Сәлем достар, бүгін біз өте нәзік ауызда еритін құймақтар пісіретін боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқа, 3 ас қасық қантымызды қосып, жақсылап тұрып шайқап алып, 1 стакан сүтімізді қосып, содасын қосып, ұнымызды, електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап тұрып шайқап аламыз. Одан кейін осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бір елгі әдемі маса шыққанша 10 менде 250 грамм. Одан кейін 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, қайнап тұрған суымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Одан кейін сковородкамызды қыздырып, осылай премиемізді жаңғыртып, құрғыр сөзімнің қалмайды, пісіріп аламыз. Бұл үшін түсіндіңіздер ғой, ә? Осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, өкінбейсіздер, көріп тұрған дағдыстай өте сондай жақсы тесті шығады. Ажурный блинчики дейді ғой, дәл сондай құймақ пісіп шығады. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Онда өте қызықты контент болады. Назарларыңызға рахмет. Бұл шеміні бәрін кезек-кезек пісіріп жатырмын. И осындай әдемі блинылар дайын болады. Сау